11 шілде күні Степногорск қалалық полиция басқармасының бастығы Серікбай Ақмағамбетов халық алдында есебін жасады. Ағымдағы жылдың 6 ай ішінде атқарылған іс-шаралар баяндалды. Арнайы есеп беру кездесуіне қала әкімі Еркебұлан Баяхметов қатысты. Сонымен бірге жиынға дербес бөлім басшылары, жергілікті мекеме және ұйым өкілдері, пәтер иелері кооператив төрағалары, сондай-ақ полиция басқармасының жеке құрамы шақырылды. По итогам 6 месяцев текущего года 2019 жылдың өткен 6 ай ішінде Степногорск аймағында тіркелген қылмыстар санының 18,4%-ға, яғни 76 фактіге төмендегені байқалады. Қылмыстардың ашылу пайызы 82,1%-ды құрады. Қолға алынған шаралар негізінде орташа ауыр қылмыстар, бөтеннің мүлкін ұрлау, көлікті айдап әкету, қоғамдық орындар мен тұрмыстық жағдайдағы құқық бұзушылықтар бойынша көрсеткіштер біршама төмендеген. Соған қарамастан ауыр қылмыстар, автокөлік, ұялы телефондар және мал ұрлау фактілері, алаяқтық және жасөспірімдер жасаған қылмыстар саны артып отыр. Осылай деп мәлімдеген баяндамашы, есепті кезеңде автокөлікті мас күйінде тізгіндеген 74 жүргізуші ұсталғанын алға тартты. Жыл басынан бері 8 жол көлік оқиғалары орын алып, оның нәтижесінде бір адам қаза тапса, 10 азаматтар жарақаттар алған болса керек. Жол ережелеріне байланысты 1593 заң бұзушылықтар тіркелген көрінеді. Көрсеткіштер бойынша кең көлемді ақпарат ұсынған баяндамашы қазіргі таңда есірткі пайдаланған азаматтар қатарда өскенін мәлімдеуде. по итогам 6 месяцев всего Есепті кезеңнің қорытындысы бойынша полиция басқармасы қызметкерлер тарапынан Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296 бабы, яғни есірткі заттарын пайдаланған 25 фактілер анықталып отыр. 2018 жыл бұл көрсеткіш 18-ді құраған. Кодекстің 297 бабы есірткі тауарларын өткізген үшін 5 іс тіркелген. Бүгінде біздің есебімізде 139 есірткіге тәуелді азаматтар бар. Сонымен бірге синтетикалық есірткілерді қолдану аясында кеңейіп келуде. Бұған көбінесе жастар еліктегіш болып отыр, деді баяндамашы. Жергілікті полиция қызметі, учаскелік инспекторлардың жұмысы, ювеналды полиция тобының атқарған істер бойынша да баяндама ұсынылып, кең көлемді мағлұматтар берілді. Негізгі ақпарат тыңдаған соң шаһар тұрғындары мен пәтер иелері кооператив өкілдері тарапынан автотұрақтарды орналастыру, инспекторлардың жұмысы, жалдамалы пәтерлердің жағдайы және халыққа қызмет көрсету орталығымен тіркелген азаматтарға байланысты ақпараттар ұсыну жөнінде сауалдар жолданып, полиция басқармасы өкілдері тарапынан тиісті жауаптар берілді. Маңызды мәселелер қарастырылған арнайы жиын барысын қорытындылаған қала әкімі Еркебұлан Баяхметов ұсынылған есеп бойынша бірқатар тапсырмалар жүктеді. Есть у нас и показатели в целом сокращения, да, идет. Қылмыстардың төмендеуі бойынша көрсеткіштердің бар екені қуантады. Соған қарамастан есірткіге, жасөспірімдер жасаған қылмыстар мен мас күйінде орын алған заң бұзушылықтардың артқаны бұл елеулі көрсеткіш. Себебі бұл негізгі позициялар. Сондықтан біз бірігіп алдын алу бойынша жұмыс жасауымыз қажет. Шаралар барысына білім беру бөлімдері мен жауапты жүйелерді тарту қажет, деді қала әкімі. Өз сөзінде шаһар барысы учаскелік инспекторлардың жұмысында назарға алып, полицейлер пәтер иелері кооператив өкілдерімен өзара бірігіп еңбектену қажеттігін де тілге тиек етті.